Өздеріңіз айттыңыздар жаңа. Менің күйеуімнің дауысы қай жерден қалай шықса да танимын дейді мына кісілер. Өйткені бұлар өнегелі отбасы. Қазір жақынырақ тұрыңыз. Қазір сіздердің жігіттеріңіз, қарамаңыздар, я. Жігіттеріңіз қасиетті қазақтың жылқысының даусын салады. Кімнің жылқысы кісінейді, сол кісі артқа бұрылып қарау керек, менікі деп. Тапқан кісілерге приз болады. Олай болса, қыздар арғараймыз. Жанына қарап тұру жоқ, экранға қарау жоқ. Арғараймыз. Экранға қарамаймыз. Арғараңыз. Қазір бұлай болады. Жігіттер жылқының даусын салып кісінейміз. Таппады что-то. Ойланып тұр, екі көз экранда. Таппай қалсам үйге барып таяқ жейін ба деп қояды бір ойы. Тапсам күшті болатын еді деп қойды. Арғараңыз дегенмен қате болып кетті. Арғараңыз, тән емес. Сонымен келесі жылқының даусын салатын. Ё-моё, что-то техничный жылқылар екен. Қайтадан саламыз. Көңілді жылқы ғой. Арғараймыз, қате болып қалды, қарғайдан. Сонымен келесі жылқы. Опа! Міне, пожалуйста, қандай керемет, приз әкеңіздер, қандай керемет. Бірден тапты. Арғараймыз, қыздар. Студио приз. Мінеки, есіміңіз, аға? Азамат. Азаматтың азамат екенін көрсетіп тұрған, азаматтың азамат екенін елге жайып тұрған. Жеңеше, сізге рахмет деп, приз мына кісіге. Действительно таптен, действительно сүйетін көрсетті. Ал енді келесі жылқының дауысы. Арғараймыз, қыздар. Мен мына кісі экраннан көз алмайды екенсіз. Арғараңыз. Сонымен келесі жылқының дауысы. Актер жылқы. Керемет енді, керемет дауысынан танып тұр. Тағы да приз мына кісіге. Керемет. Мына кісі құшақтап кетті. Жоқ. Қазір қайдан орнымызға тұрамыз. Жалғасы бар, аға. Жалғасы бар. Сонымен келесі жылқының дауысы. Оппа! Не деген махаббат. Керемет. Приз, қыздар, тезірек. Приз. Оппа. Сіздікі. Сонымен келесі жылқының дауысы. Мынау настроение жоқ жылқы ғой что-то. Не деген настроение жоқ? Шөп жемеген жылқы ғой мынау. Сонымен жылқының дауысы келесі. Мынау тамақ ішпеген жылқы ғой өше. Су ішпеген жылқы ғой. Келесі жылқы. Мына жылқыға қарамасаңыз білмеймін енді. Беріңіз приз. Мына кісіге бересіз. Бәрекелді. Ал енді жігіттер арғараймыз. Қыздар бер қараймыз. Жігіттер арғараймыз. Ағасы арғараймыз. Мынау енді жылқының дауысын салды. Қасиетті жануардың дауысын салған жігіттердің қыздары бір призге резе болдыңыздар. Енді қыздар мысықтың дауысын саламыз. Кімнің мысығы мияулайды, жігіттер артқа қарай бұрыламыз. Сонымен бірінші мысықтың дауысы. Өлейін дақамыз қой. Сонымен келесі мысық. Мяу. Вай. Пожалуйста, приз. Мә. Мына мысыққа деймді, қарамасаң біттің ғой, дұрана. Жейді мысықтар сияқты кәнде. Мяу. Сонымен арғараймыз. Келесі мысықтың дауысы. Мяу. Коротко, ясно. Қысқа қайт. Таппады. Мысық. Мяу. Келесі мысық. Мяу. Ту-ту-ту-тун. Что-то сіз басқа біреудің мысығын дауысын таныдыңыз. Не жағдай болды? Көршісіздер ма? Қайнысыз ба? Неге өйттіңіздер дегенім ғой? Тойдан кейін бой болып кетпесін дегенім ғой? Бас жап-жақсы той, арт жағы бой болып кетпесін. Жігіттер арғараймыз. Сонымен келесі мысықтың дауысы. Мяу. Құрыдыңдар ғой. Ойбай, брадан-ай. Өзіңдікіне қарамағанда өзгеге неғып қарайсың? Ойбай. Арғараңыз. Құрттыңыз бәрін. Бүгін бір кәсаққа кіріп тұрсыз ау. Ұйқы болмайды ау сізге. Сонымен келесі мысық. Мяу. Мынадан сөз ғой мынау. Бері қара, деген сияқты болды да. Керемет тапты. Таппасқа вообще несі жоқ сияқты ғой. Аға сізге мынау. Керемет. Төскеңіз ба. Орныңызға тұрыңыз.
жоқ, сіздікі ол, сіз тапқан сіз ғой енді. Сонымен келесі мысық. Мяу. Оппа! Үйдің арасы қанша бір-біріңізбен? Жоқ, екеуіңіз бірдей неғып қарадыңыздар дегенім ғой. Мысық біреу, еркек екеу болып тұр. Не істейміз? Бөлсеміз бе? Қайнысы ма? Еркелеп жатыр десеңізші. Еркелеп жатыр екен. Ары қараймыз. Сонымен келесі мысық, ары қарай қараймыз жігіттер. Келесі мысық. Менікін тауып қойды ғой. Келесі мысық. Мяу. Жоқ қой. Мына кісінің бір қоя, құлағы мына жақта, екі көзі экранда. Болмайды, ары қараңыз. Сонымен келесі мысықтың даусын салатын. Хоп! Мяу. Ағам, непонятка что-то. Біздікіне ұқсайды. Қарайын десем, қорқып тұрмын дейді. Қарамайын десем, толқып тұрмын дейді. Сонымен келесі мысық. Мяу. Ей, деді ғой сізге. Мысықтың былай адам тілінде айтқанда былай болып тұр ғой. Ей, бері қара, ей, деді ғой. Сонымен мысық. Мяу. Ей, оппо, болды аға, мінекей. Ағамды тапты. Ал енді олай болса бір-бірімізге қараймыз, басындағыдай. Бір-бірімізге қараймыз, жақындаймыз. Бір-біріңіз жақындаңыздар. Той құтты болсын деп бір-бірлеріңізді құшақтап, барып өздеріңіздің құтты орынға жайғасыңыздар. Рахмет сіздерге.